Жалпы облыс бойынша 227 мектеп бар. Оның ішінде 208 мемлекеттік мекеме, 19 жекеменшік мектептер. Білім беру ұйымдарының ішіндегі 1 мен 4-ші сыныптар аралығында 60.783 балаға тегін ыстық тамақ ұйымдастырылған. Және қосымша тағы да әлеуметтік осал топтан шыққан 5 пен 11-ші сыныптар арасында 11 мыңнан астам балаға тегін ыстық тамақ ұйымдастырылған. Жалпы тегін тамақты ұйымдастырып отқан жыл басында жаңағыдай 33 кәсіпкер анықталды. Сол 33 кәсіпкер осы тегін ыстық тамақты ұйымдастырады. Әр бір балаға тегін ыстық тамақ әр балаға 63 теңгеден ұйымдастырылады. Ас мәзіріне байланысты біздерде ыстық тағамға бүгін овощной рагу сиыр етінен қосылған, сусынға кисель, витамин С қосылған. Сосын барып бидай ұнынан жасалған нан, ақ нан, қара нан осылай беріледі. Ол бұл біздерде тамақтарымыз жас ерекшеліктеріне байланысты. Мысалға 7 мен 10 бұл деген 1 мен 4 арасындағы оқушылар, оларға жаңағы овощной ыстық тағамымыз 200 граммнан, ал жоғары класс 11 мен 14 және 15 пен 18 жас аралықтарында 230-250 граммнан беріледі. Тегін тамақтану жобасы өте бізге қатты ұнайды ата-аналарға. Себебі бұл жерде біз келген кезде біз уже порталда көріп отырамыз жаңағы кестеден ас мәзірін, қандай тамақ ішетін, тем более диетический тамақтар беріледі бұл жерде. Менің өзім жеке ойым бұл жерде жаңағы балалардың ортамен әсері, сонымен қатар жаңағыдай тамақтану мәдениеті қалыптастырылады жаңағы. Өте сол бізге жаңағыдай ұнайды бір жағынан.